Қайырлы күн достар. Бүгін ең оңай шоколадты пирог дайындаймын. Қолжетімді азық-түліктерден жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне қант салып миксерлейміз. Аппақ болып көпіріп, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Ерітілген сары май құямыз. Тағы бір рет миксерлейміз. Сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне қамыр қопсытқыш, какао салып, үшеуін електің ішінде араластырамыз. Сұйық массаға електен өткізіп саламыз. Барлығын бірден салмаймыз, біздің пирог көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Осылай венчикпен араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі болғанша, түйіршіксіз сұйық масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай біркелкі сұйық масса болады. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, сұйық массаны құямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке 160 градуста 40 минут пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Пештен алмай тұрып, ағаш таяқшаны саламыз. Алған кезде осындай құрғақ болып шығу керек. Бірнеше жерінен тексереміз. Менде 40 минут пісті. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан өз пешіңізге қарай пісіріңіз. Енді толық суығанын күтеміз. Біз бетіне құятын шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге ыстық сүт керек. Содан соң оның үстіне шоколадты салып, шоколад ерігенше араластырамыз. Міне осындай болып шығады. Енді толық суыған пирогты осылай ағаш таяқшамен тесіп аламыз. Содан соң құямыз. Бұл біздің пирог одан сайын нәзік, дәмді болу үшін қажет. Осылай қасықтың көмегімен барлық жағына жағамыз. Формадан аламыз. Бетін әсемдейміз. Немесе бетін әсемдеу міндетті емес, осылай ұсынсаңыз да болады. Мен ұсақтап туралған грек жаңғағымен әсемдедім. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін ортасын. Сондай нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Мен барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Бұл өте сәтті рецепт. Мен бірнеше жылдан бері қолданып жүрмін. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Жасап көрген болсаңыз, комментарийға өз ойыңызды жаза кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Қазақша каналды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен ас болсын. Қош сау болыңыздар.